Жекелік есеп нөміріне 10 миллион ақша түсті. Жекелік есеп нөміріне 10 миллион ақша түсті. Жекелік есеп нөміріне 10 миллион ақша түсті. Тегі не болып кетті? Мынау қанша ақша? 10-дық орын, 100-дік орын, 1000-дық орын, 10 мыңдық, 100 мыңдық, миллиондық орын. Қалай? Миллион? 1 миллиард? Сенің жекелік есеп нөмірің шектеулі екен. Сондықтан барлық ақшаны бөліп жіберуге тура келді. Жалпы 1 миллиард толық түскен шығар. Әпке? Мынау сенің сәулетті көлігің және оққа қарларың ба? Бұл не жағдай? Әкем екеуің шетелде жай жұмыс істейміз деп едіңдер ғой. Түс көріп тұрған болдым ба? Қалай сонда? Әкем негізі сені тағы да бірер жыл шынықсын деп еді. Бірақ мен сенің бұлайша жапалануыңа шыдай алмадым. Сондықтан келіп тұрған жайым осы. Ашығын айтқанда, әкеміз дүниедегі ең дәулетті кісі. Түсіндіріп айтар болсам, ол жақтағы 90%-дан артық алтын кен мен мұнайлардың барлығы біздің әулет. Аңырай ма? Мынау әулетіміздің қара түсті картасы. Маңызды кезде салауатыңа дәлел бола алады. Менің тағы да жұмыстарым бар еді. Өзіңе көбірек абай боларсың. Есіңде болсын, біздегі ең көп зат – ақша. Қиял емес екен ғой? Уан Юань? Саған не болды? Ештеңе. Мен өте... Өте жақсымын. Жақсы болсаң болды. Тез жеткізу тамағын өзім әкелейін. Жарайды. Уан Юань, су қайнатып алып кел. Мәжіліс кезінде ішем. Неге аңырайып отырсың? Мен шөлдеп тұрмын. Тез бар деймін. Жынды неме. Келіңдер, мәжіліс ашам. Алдыңғы аптадағы қызметтерінде баяндаңдар. Уан Юань, сен не жындандың ба? Жоқ, керісінше сергекпін. Уан Юань деген неме тез бер кел. Шақырғанды естімедің бе? Сен арамтамақ. Бүгін неге кешіктің? Сенің осы айдағы сыйлық сомаңды қосымша қаражатында түгел берілмейді. Сен сүмелек қызметіңді жақсы істейтін бол. Егер істегің келмейтін болса, көзімнен жоғал. Сен мені түсініп тұрсың ба? Аузыңды жап, шей қақпас.